Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Мадина, менімен бірге карамельді қыз тортын жасап көріңіздер. Дәмі енді өте керемет шығады, ауызда ериді. Видео ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға варенкамызды саламыз. Варенканың пайызы жоғары болғаны жақсы, ол корждардың дәміне әсер етеді. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарамыз да жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстінен ерітілген сары майымызды қосып, оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Алдын ала ситадан өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды қосып, ұнды 3 бөлікке бөле отырып, салып миксерлейміз. Сонда бізде осындай қоймалжың карамельді масса шығуы керек. Енді тортымыздың корждарының пергамент қағазын дайындаймыз. Торттың формасына пергамент қағазын салып, осылай жақсылап қыстырып аламыз да дөңгелек форма аламыз. Бізде 5 корж шығады, сол үшін 5 дайындап аламыз. 5 пергамент қағазын осылай тізіп алып, 2 үлкен ас қасықпен бөліп шығамыз да жаңағы массамызды осылай әдемі етіп тегістеп шығамыз. Сіздерде шпатель болса, шпатель арқылы түзесеңіздер болады. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Бізде осындай корж шығады. Ол коржды әдемілеп осындай кольцомен кесіп аламыз. Және осылай артық бөліктерін алып тастаймыз. Және де корждарды міндетті түрде бөлме температурасында суыту керек. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Творожный сыр мен варенкамызды жақсылап миксерлеп алып, мұздатқышта тұрған сливкимізді қосамыз. Сливки міндетті түрде суық болуы керек. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан жоғарғысына дейін ақырын көтере отырып, 5 минуттай миксерлейміз. Сонда бізде осындай өзінің формасын ұстайтын әдемі крем шығуы керек. Енді тортымызды жинаймыз. Жаңағы кольцомызға коржымызды салып, пропиткамызды құйып аламыз. Пропитка сінгеннен кейін ғана барып қана 2 үлкен ас қасықпен кремімізді жағып шығамыз да тегістейміз. Осылай 5 рет қайталап, 5 коржымызды да ең алдымен пропиткасын сіндіріп алып қана кремімізді жағып шығамыз да тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Сонда креміміз, жаңағы пропиткамыз сініп, торт өте ылғалды, дәмді болып шығады. Тоңазытқышта тұрған тортымыздан кольцомызды осылай асықпай әдемілеп алып, кондитерлік қапшығымызға кремімізді салып, осылай торттың бетіне әдемілеп жағып шығамыз да шпатель арқылы түзейміз. Әркім өзінің қалауы бойынша әрлейді. Мен үлкен ас қасықты алып, торттың бетін осылай дөңгелектеп шықтым, және де бетіне құлпынайларды қойдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып, ылғалды болып шығады. Міндетті түрде маған лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Мадина.